сәлем, сіздерді дәл бүгінгі видеода көргеніме өте қуаныштымын. Және де бүгінгі видеомызда біз 61-ші параграфтарды Лас-Вегас, табиғи газ және де мұнай туралы сөйлесетін боламыз. Әрі барлық есептер мен сұрақтарға бірге оңай түрде жауап беретін боламыз. Ал видео басталмас бұрын сіздер арнаға тіркеліп, осындай үлкен еңбекті бағалап, лайк басып, жақындарыңызға жіберіп, егер де ұнаса, бір-бірімізді бағалау үшін төменге рахмет деп жазып өтіңіз. Егер солай болса, мен өте қуанып қаламын. Бұл біздің каналымыздың дамуына өзінің үлкен септігін тигізеді. Осы бір жақсы іске атсалысып өтіңіз. Ал біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ал бүгінгі біздің бірінші өтетін тапсырмамызда өздерің білетін көмірсутектердің негізгі табиғи көздері қандай делінген екен. Бұл жерде біз осындай метанды айта аламыз. Және де оның тағы да басқа этан, пропан, бутан секілді түрлі гомологтар бар. Оларды да жатқыза аламыз. Және де бізде тағы да екінші бар. Өздерің және мұнайға ілеспе газдардың құрамы қандай, олардың ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Сіздер 137 және 138 беттерде олар туралы толығымен біле аласыздар. Сондықтан да мен олардың қайталауды артық деп санаймын. Ал үшінші сұрақта да дәл солай барлығын кітапта таба аласыздар. Ал енді олай болса, мен төртінші сұрақтан бастап сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Онда бастайық. Бірінші, метаннан мына заттарды алудың реакция деңгейлерін жазыңдар. Бірінші бізде ацетиленді қойыпты. Яғни, егер де осы метанға 1500 градуста болатын отта қыздыратын болсақ, онда бізде ацетилен және де онымен бірге бізде сутек газы бөлінеді. Енді әсінде бізде хлорметанды сұраған. Хлорметан дәл солай. Егер де метанға біз хлорды қосатын болсақ, және де оны қыздырсақ, онда бізде хлор метан түзіледі. Ал басында біз бұл жерде этиленді қалай табатынымызды қателесіп кеттім. Мына жерде екеуін шамамен 650 градуста қыздыратын болсақ, онда бізде дәл осы жерде этилен және де онымен бірге сутек газы бөлінеді. Және де ең соңғысы бензолдың қалай түзілетіндігі. Міне. Біз алдымен ацетиленді шығарып аламыз. Кейін осы ацетилен екеуін қыздырған кезде бізде осындай бензол түзіледі. Бесінші есептен дейді. Ілеспе газ құрамындағы этаннан полиэтиленнің түзілу реакция деңгейін жазыңдар дейді. Біз бұл жерде былай жазамыз. SH3 бұл ешқандай қосылған емес. Қыздыратын болсақ, бізде SH2 қос байланыс SH2 плюс H2. Біз осылай бірінші біз өзіміздің этиленімізді жасап аламыз. Кейін осы біз басында этаннан бастап, бірінші біз тек қана этилен арқылы полиэтиленді түзе аламыз. Кейін осылай жазамыз. Қайтадан осылай қыздырған кезде бізде SH2 және жақын сұртында N дегеніміз бұл жерде оның қанша есе еселенгенін айтылады. Себебі бізде өздеріңіз біліп отырғандай N полиэтилен шексіз кете беруі мүмкін. Енді 6-шы есепке келдік. 6-шыда келесі айналымдарды жүзеге асыруға болатын реакция деңгейін жазыңдар деген. Бірінші метаннан ацетиленге, кейін бензолға, кейін SO2-ге. Мен сіздерге жаңа ғана осының барлығын көрсетіп кеттім, оның барлығын қайталамаймын. Мен тек қана бензолдан көмірқышқыл қалай алатынын көрсетіп өтетін боламын. Енді бірінші бізде берілгені бойынша осылай қысқаша жазып алсаңыздар болады. Жаңа ғана өздеріңіз мұғалімдеріңізге түсіндіріп, қайтадан жазғым келмеді деген секілді. Енді осы жерде бірге жазайық. Бізде бензол, оны
2 еселейміз және де 15 О2 12 СО2 плюс 6H2O. Бізде сонда көмірқышқыл газы және де қосымша су түзіледі екен. Ал әдсе пропаннан бром-пропанды және де гександы және де СО2 алындар деймін. Бұны мен сіздерге көрсетпедім. Ал бұл жерде енді мен көрсетемін. Так, енді сіздерге қазір түсін ауыстырып алайын. Бізде әдсе бірінші көрініп тұр ма мына түс? Көрінбейтін сияқты. Осы түс жақсы. Бром 2 екеуін қосқан кезде бізде S3 H7 бром плюс H бром түзіледі. Кейін осы мына тұрған формуладан бізде бром-пропан түзілді. Енді осы бром-пропаннан алдына 2 еселейміз. Плюс 2 натрий. Сол кезде бізде С6H14 плюс 2 натрий бром түзіледі. Енді ең соңғысы осы тұрған біздегі гексаннан біз ол үшін оны қайтадан 2 еселеп аламыз. Егер де оған оттекті қосатын болсақ 12 СО2 және де 14 H2O түзіледі. Мына жерде бізде бұл газ. Енді келесі есебімізге көшейік. Бірінші есеп. Метанның жану реакциясының термохимиялық теңдеуін көрсетіп, көлемі 44,8 литр қалыпты жағдайдағы метан жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеңдер деген. Енді біз бұны ғалыммен қалай есептейміз? Бірінші біз берілген жазамыз. Берілгені бізде жылу бөлінді 802,2 килоджоуль. Кейін бізде жазатынымыз қалыпты жағдайдағы метанның көлемі 44,8 литр. Енді бізге табу керек Q'ді. Енді шешу деп жазайық. Шешуінде біз алдымен осы формуланы жазып аламыз. Мен газ дегендерін жазбай қояйын, оны өздеріңіз жазып аласыздар. Тең болады СО2, тең болады 2H2O. Біз қараңыздар, мұнда 44,8 литр түзілген дейді метан. Сонда біз мындай пропорция құрсақ болады екен. Егер де 44,8 литр метан X литрде жанатын болса, мына жерде қарап отырғанымыздай, мына жерде бізде 802,2 килоджоуль түзілген. Ал бізде тек қана мында бірақ мольдік. Мына жерде байқап отырсаңыздар, мына SH4-те тек қана 1 моль. Ал біз 1 моль болғандықтан да тек қана оны 22,4 литрге ие деп есептейміз. Онда дәл осы жерде жазамыз. Онда 22,4 литр болған кезде бізде 802,2 килоджоуль. Мұнда кешірім сұраймын. Мен килоджоуль болу керек мұнда. Және де мұнда да килоджоуль. Сонда X'ті табатын болсақ, қарама-қарсы пропорцияның қасиеті бойынша 44,8 литр 802,2 килоджоульға көбейтеміз де оны бөлеміз 22,4 литрге. Сол кезде бізде пайда болады, көбейтсек, 1604,4 килоджоуль. Міне, осылай. Ары қарай екінші есеп шығарайық. Екінші есеп берілген жазамыз. Берілгені бойынша бізде Q1 тең 6226 қайтадан килоджоульге. Енді
текеу екі тең 1410,9 килоджоульге. Енді бізде мұнда табу керек дейді. В қалыпты жағдайдағы оттектің көлемін. Енді біз мұнда есебімізді шығарайық. Шешуі. Формуланы жазамыз. Плюс 3O2 2SO2 қосылған 2H2O. Әрі бұл жерде бізде 1410,9 килоджоуль жылу бөлініп отыр. Бізде бұл жылу эффектісі. Енді қарап отырсаңыздар, мұнда бізде 3O2, біз білеміз 3 моль болған кезде не болатын? 3 моль, яғни оны біз көбейтеміз, қалыпты жағдайдағы 22,4 литр моль. Сол кезде бізде 67,2 литр пайда болады. Бұл жерде енді дәл солай, егерде 67,2 литр болған кезде бізде 1410,9 килоджоуль бөлінетін болса, онда бізде 6226 килоджоуль бөлінген кезде, онда қанша литр бізде оттек қолданылады? Енді қарапайым пропорцияны шешеміз. 67,2 көбейтілген 6226. Осы пропорцияны шешкен кезде бізде 296,5 литр пайда болады. Қайтадан жауап дұрыс. Міне, осылай берілгендерін тез жазып аламыз. Міне біз уже үшінші есепке де келіп қалдық. Бұл жерде бізде 5% екен. Үшіншіміз бізде С3H8 болған. Бұл да бізде 5%. Бізде жұмсау керек. Көлем ол 20 метр куб. Және де табу керек тең ауаның көлемі. Бізде енді шешуін жазайық. Бірінші, біз жалпы мұнда не істейміз? Бізде қараңыздар, осындай табиғи газ бар. Оның 20 метр кубын жағу керек. Ona қанша көлем ауа қажет? Бірінші, біз оның 100% көрсетілген, яғни 20-ның 0,9-ы жағылған кезде 18 метр кубы, яғни бізде CH4 метанды жағуға кетеді. Қалған бөлігі 1 метр кубтан қалған 2 газға кетеді. Онда әрқайсының жану теңдеулерін, реакцияларын жазатын болсақ, CH4 плюс 2, дұрыс па? Дұрыс. 2O2 плюс SO2 болады. Сосын мұнда H2O, мұнда X бар. Енді қараңыздар, бізде 1 моль метанға 2 моль оттек беріліп тұр. Яғни бізде бұл жерде 18-ді 2-ге көбейтеміз, тең болады 36 метр куб оттек жұмсалады дейміз. Енді келесіге кеттік. Қазір не шығатынын түсінетін боласыздар. Біз S2H6 үшін жазып жатырмыз. Енді бұл жолы формуланы 4SO2 плюс 4H2O. Бұл жерде қарасаңыздар, біреу үшін жетеу кетіп тұр, яғни бізде 7 метр куб қолданылады. Бұл жерде енді үшінші үшін 5O2 3. Бұл теңдеулерді жазып қойыңыздар, тек қана метр кубын біліп алдым деп, қайдан шыққанын білмей жүрмеңіздер, жарай ма? Бұл жерде 5 метр куб. Түсінікті, уже арға түсіндірмей қойын. Енді 36 плюс 7 плюс 5 тең болады 48, яғни 48 метр куб оттек қолданылды. Олай болса, егерде 48 метр куб 21% үшін қолданылса, себебі бізде ауаның құрамында 21% оттек бар. Онда бізде 100%, 100% дейміз, бұл ауа
қанша қолданылып отыр. Онда x табамыз. Бұл жерде 48 көбейтілген 100 бөлінген 21 тең болады бізде 228,5 метр куб. Байқасаңыздар, кітапта бізде 222,5 деп берілген. Бұл жерде оқушылар бұл қате. Неге? Себебі мен тексеріп көрдім, бұл 100% дұрыс жауап. Бұл жерде міне. Себебі бұл жерде кітапта қате кеткен. Бұл жерде ешқандай да мүлде бірде қате жоқ. Өздеріңіз ұстаздарыңызға да солай айтыңыздар. Ұстаздарыңыздар толығымен келетініне 100% сенімдімін. Сонымен бұл жердегі жауабын қайтадан айтып өтейін. Жауабы 228,5 метр куб. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Бүгін сіздерге барынша түсіндіруге тырыстым. Бұндай формат ұнады ма? Жалпы мен сіз байқасаңыздар, алдыңғы видеоларда басқадай форматпен түсіріп жүрдім. Бұл форматта осындай қолмен жазу форматы болды. Қай формат ұнады, келесіде қай сыныптарды көрсетейін, қай пәндерді көрсетейін, және де қандай тақырыптарды қамтығанымды қалайсыз? Біздің каналдан ниеттестеріңізді төменге жазып өтіңіз, және де егер де видео ұнаса өтініш тіркеліп өтіңіздер, себебі сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ауадай қажет, және де ол үшін мен сіздерге үлкен рахмет айтамын. Бұл болашақта сіздердің де мүмкін жолдарыңызды ашуы әбден ықтимал. Сондықтан да бүгін сіздер үшін рахмет айтамын. Сіздер де маған рахмет айтып, оны комментарийде белгілеп өтіңіздер. Онда тіркеліп өтіңіз. Сау сәлемет болыңыздар. Пока.